Мен бүгін анама кеспе жасап берші дедім. Анам жарайды деді. Бір қазанға 2 литр су толтырып, оған ет салды. Содан кейін ет салады. Салған соң, оны плитаны қайнатып, бүкіл көпіршіктерді жинап алады. Бүкіл көпіршікті жинап алғаннан кейін тұз саламыз. Тұзды саламыз. Салғаннан кейін қазанға сәбіз бен картоп саламыз. Картопты салып біткеннен кейін біз тәтті бұрышты саламыз қазанның ішіне. Тәтті бұрыш қазанда жүзіп жүр. Біздің етіміз піскеннен кейін тексереміз, пісті ма, піспеді ма. Содан кейін оны бір легенге салып аламыз. Қамырымызды алып, салып жібереміз. Араластырамыз. Петрушка мен укропты біз қазанға салып жібереміз. Содан кейін араластырамыз да, піскеннен кейін кесеге салып жей береміз. Ас болсын! Не деген тәтті сорпа, лаваш пен салат. Рахмет көргендеріңізге.